Қызылордада 2 адам суға батып мерт болды. Таңғы 6-лар шамасында төтенше жағдай қызметіне 30 жастағы жігіттің каналға құлап суға ағып кеткені жайлы хабарлама түскен. Қалаға келе жатқан автомобиль жүргізушісі көпір маңына тоқтап, шомылып алмақшы болған екен. Алайда тік жар жерде өзін ұстай алмай құлап кетіпті. Құтқарушылар оның денесін әлі таппаған. Ал достарымен бірге Сырдарияның рұқсат етілмеген жерінде шомылған 22 жастағы жігіт өзенге батып көз жұмды. Мамандар оның мәйітін 1,5 сағаттың ішінде тапқан. Азаматтар суға түскен, бірақ біреуі суға жүзе алмайды. Қолына жаңағы не берген, кішкентай ғана жаңағы подушка берген, сонымен жаңағы жүзесін деп, бірақ ол өзінің несіне әлін есептей алмай суға батып кетті. Біздің қызметкерлер судан алып шықты 4 метр тереңдіктен, жағадан 30 метр жерден. Алматының тауларына шығып зардап шеккен туристер құтқарылды. Операцияның бірі көкжайлау аумағында жүргізілген. 16 жастағы оқушы қыз таудан төмен қарай түсіп келе жатқан сәтте тепе-теңдікті жоғалтып, қол аяғын жарақаттап алыпты. Ал 18 жастағы бойжеткен Мыңжылқы стансасында жапа шеккен. Екеуіне де алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, мамандар жедел жәрдем көлігіне жеткізіпті. Құтқарушылар тауға шығатын туристерді дайындықсыз жорықтар қауіп қатерге толы екенін ескертеді.